подлокотник сізге де ашылады, маған да ашылады. Ауыстырып салып, бургер бір нәрсе жейтін болсаңыз, столик использовать. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен жаңа үлгідегі Toyota RAV4 автокөлігімен тест-драйв жасайтын боламыз. Жаңа өзгерістерден заманауи тұрғыдағы алдыңғы және артыңғы оптикалары, дөңгелегі 20 размерде және дорожный просвет клиренсі 195 емес, енді 201 мм. Бұл жерде жаңа үлгіден проекция қосылған. Проекцияның өзінде бізде қазір распознавание полосы функциялары бар. Ограничение скорость барлығын көрсетіп тұрады. Одан бөлек беспроводной CarPlay Android Auto, алдыңғы кузовта ол проводной болатын. Камера 360 градустың качествосы өзгерген. Жаңа функциялардан уже селектор ауысқан, 2 беспроводной зарядка жүріледі. Одан бөлек система автопарковки бар. Машина өзі келген кезде жол таңдайсыз, өзі автотұраққа тоқтайды. Аудио системасы премиальный JBL жүріледі. Көбісі сұрағандықтан уже очки салатын жері тоже орналастырылған. Дайын болсаңыз, онда кеттік жүрейік. Жылдамдығы динамикасына келетін болсақ, разгон 7-7, кішкене газ берейін. Аздаған уақыттың ішінде 80 км-ға дейін апарып тастайды. Бұл жерде айта кететін тағы да жағдай, система рекуперации тұр. То есть көп гибридтерде сіз зарядына қоясыз, а бұл жерде бұл өздігінен зарядталады. Машинаны тормоз берген жағдайда гибридная системасы өздігінен машинаны зарядтайды. 60% жағдайда автокөлік электромен жүруге бейімделген. Қандай қауіпсіз системалар бар? Бұл жерде пакет безопасности Toyota Safety Sense деп жүріледі. Аварийный случай кезінде машина өздігінен тоқтап қалады. Одан бөлек фаралары трассаға шықсаңыз, 800 метр қалған кезде дальныйдан ближнейге өздігінен ауысады. Датчик усталости водителя бар, шаршап келе жатсаңыз, индикатор жанады, ұйықтап алыңыз немесе кофе ішіп алыңыз деген.